Баршаңызға қайырлы күн, менің құрметті YouTube оқырмандары. Мен сіздерге бүгін қаттаманың ерекше әдіспен жасалу жолын көрсететін боламын. Яғни қаттаманы біз жай суға емес, минералды суға үйлейтін боламыз. Бұл жерде 1 килограмм ұн, кішкене сұйық май, тұз және де разрыхлитель қосамыз. Қамырды тым қатты қылып үйлеуге болмайды. Кішкене жұмсақтау, қолға сәл жабысып тұратын қамыр болу керек. 1 килограмм ұнға жарты литр газдалған сусын кетеді. Менде су 1 литр болғандықтан өлшеп жарты литрін ғана аламын, яғни 500 грамм су жетеді. Тура 500 грамм болды. Енді жұмсақтау қамыр илеп аламыз. Мен бұрынғы видеоларымда қаттаманың аштықымен жасалынатын түрін көрсеткен болатынмын. Яғни дрожь салып, духовкада пісірілетін қаттаманы жасаған болатынмын. Енді бұл жолы бұл қаттаманың ерекшелігі осы газдалған суға үйленуде. Міне осындай жұмсақ, әдемі, қолға кішкене жабысыңқырап тұратын қамыр шығарамыз. Содан кейін 15 минутқа қамырды бетін жауып қойып қоямыз дағыны. 15 минуттан кейін екінші қайтара тағы да илеп аламыз. Екінші қайтара илеген кезде қамырымыздың түрі әдемі болып, теп-тегіс эластичный қамыр болып шығады. Мүлдем қолға жабыспайды, бірақ жұмсақ қамыр. Қалағандарыңызша 2-ге, не болмаса 3-ге бөліп алсаңыздар болады. Менің дастарханымның үсті кішілеу болғандықтан мен осылай 3-ге бөліп жаямын. Егер 2-ге бөліп жаятын болсаңыздар, онда үлкенірек қаттама болып шығады, яғни домалағы үлкендеу, көлемі үлкендеу болып шығады. Қамырды өте жұқа етіп жайып аламыз. Және де менің каналыма тіркеліп лайк басып қоюды ұмытпаңыздар. Сұрақтарыңыз болса комментарий бөліміне жаза отырыңыздар. Қамыр міне осындай өте жұп-жұқа етіп жайылады. Осы қамырды орауға ыңғайлы болу үшін май жағып, сосын барып ортасынан бөліп қабаттаймыз. Яғни қаттаманың бар құпиясы осында. Яғни қатпары көбірек болса, соғұрлым қаттама қатпар-қатпар болып әдемі болып шығады. Екінші қамырды беттестіргенде барлық бұрыш-бұрышын осылай тегістеп, бір-бірімен тура келетіндей етіп жабыстырып аламыз. Мен қаттаманың ортасына дүкеннің сары майын жақтым. Қаласаңыздар, қолдың да сары майын жағуға болады. Қамырды барынша тегістеп беттестіріп алғаннан кейін үстіне тағы да бір қатар май жағып шығамыз. Майды тым қатты ертіп жібермеу керек мен сияқты, себебі осы ораған кезде осылай ағып мазаңызды қашырады. Және де бұл қаттаманы осылай пісірместен дөңгелек етіп формасына келтіріп жайып алған соң морозильникке ұзақ уақытқа дейін сақтауға болады. Әзірше дәл осы қаттаманы пісіретін болғандықтан 15 минутқа ғана осылай бетін жауып тоңазытқышқа қойып қоямыз. Ал енді табаға пісіретін кезде сәл ғана осылай болар-болмас май құйып пісіреміз. Қаттамалар дайын болды. 15 минутта менде холодильникте тұрды және май тез қатып қалды. Сондықтан да осылай қолмен де, оқтаймен де жая беруге болады. Әр қаттаманы пісірген сайын кішкенеден май құйып отырамыз. Және де май күйіп бара жатқан жағдайда онда табаны қайтадан құрғатып сүртіп алып, сосын қайтадан майын жаңалап құйып отырамыз. Бетін жауып отырып пісіріп аламыз. Бетін жабатын себебіміз қаттаманың ортасы толығымен әдемі болып пісу қажет. Қаттама дайын болды. Міне екінші бетіне аудардым. Міне енді барлық қаттама түгел дайын болды. Ал енді ортасындағы қатпарын қараңыздар, қандай әдемі болып шыққан. Сыртының өзі қытырлақ, ортасы осындай жұмсақ және қатпар-қатпар болып өте керемет дәмді болып шығады. Сіздер де жасап нәтижесін көріңіздер. Өкінбейсіздер. Келесі видеоларда көріскенше аман сау болыңыздар.